Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ерекше тағаммен бөліскім келеді. Мясо по-французски, французша ет. Енді оны жасау үшін бізге фарш немесе ет керек. Сиыр еті, қой еті қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Егер фарш болмаса, етті біраз жұмсарту керек болады. Ең алдымен фаршқа тұзды, бұрышты сеуіп, жақсылап араластырып алдым. Фаршпен қоса бізге картоп, қызанақ, пияз, сыр және қаймақ керек болады. Оның бәрін осы видеодағыдай жіңішкелеп тураймыз, жұқалап, ең алдымен табамызды майлап аламыз да, барлығын үстіне кезек-кезек қойып шығамыз. Бәрін турап, сырды үккіштен өткізіп, алдын ала дайындап қойдым. Картопты осылай рет-ретімен тізіп шығамыз. Оның бетіне аздап тұз сеуіп жібереміз. Енді фаршымызды біркелкі қылып тегістеп үстіне жайып шығамыз. Фаршымыз тұздалды, бұрышталды. Енді осының үстіне пиязды қойып шығамыз. Осының ортасына картоптан кейін, фарштан кейін майонез қоссаңыздар да болады. Бірақ мен майонез емес, сметана қосатын боламын. Майонезбен де өте дәмді шығады. Енді ең үстіне помидорды саламыз. Помидорды да аздап тұздаймыз. Сметанаға, қаймағымызға кішкене бір жұмыртқаны араластырып жіберуімізге болады. Барлығына тегістеп қаймағымызды жағып шығамыз. Одан кейін беті күйіп кетпес үшін фольгамен жауып, духовкаға 180 градусқа 35-40 минутқа пісіреміз. Пісуге 5-10 минут қалған кезде алып, бетіне сырды сеуіп, одан кейін қайтадан 5-10 минутқа қоямыз. Дәмі ерекше және тез дайындалатын тағам. Жасап көріңіздер. Асымыз дәмді болсын. Егер дәл осы тағамды дайындап жүрген болсаңыз, жасалу ерекшеліктерімен астына комментарийға бөліссеңіз болады. Видеоның аяғына дейін қарағаныңызға алғыс білдіремін. Бұл тағам сіздерге де ұнайтынына сенімдімін.